20-25-те дөпсіздікке қатысты сұрақ келді. Енді дөпсіз молекуланы табу үшін алдымен ол молекулада 4 түрлі байланысы бар көміртегі атомын іздеп табасыздар. Екіншіден, бұл байланысқан 4 түрлі затымыз әртүрлі болу керек. Мысал ретінде мына 2 молекулаға мән берейік. Осы жерде пропан қышқылы дөпсіз молекула болмайды. Себебі көміртегі 2 бірдей затпен мына жерде байланысып тұр. Ал сүт қышқылында мына көміртегі 4 әртүрлі затпен байланысып тұр. Ары қарай осы сүт қышқылын қарастырайық. Бұның айнадағы кескіні бір-біріне оптикалық изомер болады. Бұл дегеніміз, бұлардың құрамы түрі бірдей болғанменен кеңістіктегі құрылысы әртүрлі. Бұны біз бұлай түсіндірсек болады. Мына біреу оң қолғапты біз сол қолымызға кие алмаймыз. Екеуі бірдей болғанменен бұлардың кеңістіктегі құрылысы әртүрлі. Вот осы ұғымды біз дөпсіздік дейміз. Біліп жүріңіздер.